Қайырлы күн, білім алушылар. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз нарықтық құрылым типтері. Сабақтың мақсаты нарық, оның жіктелуі, бәсеке ұғымы және оның түрлері туралы теориялық білімді жетілдіру. Сабақтың жоспары нарықтың мәні, түрлері, нарықтың құрылымы және оның жіктелуі, бәсеке түсінігі, түрлері, нарық инфрақұрылымы. Нарық дегеніміз бұл ұдайы өндірістің барлық буынында өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну аясында сатып алу арқылы жүзеге асырылатын ұйымдық экономикалық қатынастардың жүйесі. Экономиканы ұйымдастырудың тиімді тәсілі. Нарықтық құрылымның жіктелуі. Нарық экономикалық белгіленуі бойынша, географиялық орны бойынша, бәсекені шектеу дәрежесі, салалар және сату сипаттамасы бойынша бірнеше түрге бөлінеді. Нарықтың атқаратын маңызды қызметтері. Бірінші қызметі нарық арқылы қоғамдық өндірісті реттеуді іске асырады. Яғни не өндіру керек, қалай өндіру керек, кім үшін өндіру керек деген мәселелер шешіледі. Екінші, нарық арқылы өндірушілер мен тұтынушылар байланысын бекітеді. Үшінші маңызды қызметі бұл нарық арқылы өнімді өндіруге кеткен шығындарды есептеу жүргізіледі және баға бекітеді. Нарық өндірушілерді әлеуметтік жіктейді. Бәсеке бұл нарықтық шаруашылық субъектілер арасындағы қосымша табыс алу үшін өндіріс факторларын иелену және тауарларды өткізу мүдделеріне байланысты бақталастық немесе күрес. Бәсеке әртүрлі формада болады және әртүрлі жолдармен іске асырылатын нарықтық қатынастардың негізгі категориясы. Бәсекенің түрлері салаішілік және салааралық. Салаішілік бір салалық кәсіпорындар арасындағы ең үлкен табыс үшін күрес. Ал салааралық түрлі салалық кәсіпорындар арасындағы капитал салудың ең пайдалы жағдай үшін күресі. Бәсеке нысандары жетілген және жетілмеген болып бөлінеді. Жетілген бәсеке нарықтың классикалық үлгісі, ал жетілмеген бәсеке нарықтың қазіргі үлгілері. Жетілмеген бәсекені үш топқа бөліп қарастырамыз: монополия, олигополия және монополистік бәсеке. Монополия тауардың бағасына ықпал ететін, өндірістің көп бөлігін бақылайтын бір ғана сатушының билігі. Монополияның өзі үшке бөлінеді: табиғи, жасанды және кездейсоқ монополия. Олигополия бірнеше ірі фирмалар билейтін нарық. Монополистік бәсеке біртекті емес, бірақ ұсақ тауар ұсынатын сатушылар саны көп нарық. Жетілген бәсекеге сипаттама берсек, бұнда фирмалар саны өте көп болады, өнімнің түрі біртекті, бағаның бақылануы жоқ, салаға ену шарттары бөгеттер болмайды және бағадан тыс бәсеке қарастырылмайды. Монополия жеке өндіруші тауар нарығын бақылап және сол нарықта үстем орын алған кезде пайда болады. Монополияның мақсаты нарықта баға мен өндіріс көлемін бақылау арқылы мүмкіндік болатын жоғары табыс алу. Монополиялардың пайда болуының негізгі себептері өндіріс пен капиталдың шоғырлануы. Жетілмеген бәсекеге сипаттама берсек, мұнда жетілмеген бәсекенің үш түрін қарастырған: монополистік, олигополия және таза монополия. Осы үш түріндегі саладағы фирмалардың саны қандай болады, өнімнің түрі қандай болады, нарықтық бағаға ықпал ету қабілеттілігі, салаға кіру тосқауылы, бағадан тыс бәсеке қандай көрсеткіште болатынын кесте түрінде ұсынып отырмыз. Монополияның түрлері. Табиғи монополия. Бұл табиғи шикізаттарды пайдаланумен байланысты. Жасанды монополия, сөз байласу немесе бәсекелесті басып тастау арқылы құрылған монополия. Кездейсоқ монополия. Аз тұтынушылары үшін уақытша сұранысты ұсыныстан асырып түсіру нәтижесінде пайда болады. Бұл капиталдың тиімді жұмсалуын қамтамасыз етеді. Шоғырланудың негізгі бағыттары. Үш бағытын ұсынып отырмыз. Деңгейлес интеграция. Бұл өндірістің бір саласында жұмыс істейтін компаниялардың бірігуі. Сатылас интеграция. Өндірісі бір технологиялық желімен біріктірілген көп салалы компаниялардың бірігуі.
Әртараптандыру мұнда технологиялық жағынан өзара байланыспаған көп салалы компаниялардың бірігуі. Монополиялардың ұйымдастыру шаралары, яғни монополиялардың ұйымдастыру түрлеріне тоқталсақ. Картель – бұл нарық, өндіріс үлесі және баға деңгейлерін бөлу туралы монополистік келісім. Синдикат – өнімді бірлесіп өткізу мақсатында бірігу. Трест – меншікті біріктіру, өндірісті жалпы басқару және тауарды өткізу негізінде бірлесу. Концерн – бірыңғай қаржы орталығы бар көп салалы фирмалардың бірлесуі. Конгломерат – бір-бірімен қызмет бабымен емес, бас компанияның басқа компаниялармен қосылу және жұмылу нәтижесінде пайда болған бірлесу. Монопольдық билікті азайтудың тіреске қарсы заңдар, экономикалық реттеу, мемлекеттік меншікті қалыптастыру тәсілдері бар. Монополияның әлеуметтік экономикалық зардаптары мұнда таза бәсеке нарығына қарағанда өндіріс өнімдері аз көлемде шығарылады, өте жоғары баға белгілейді, монополияны сақтауға көп шығындарды кетіреді және техникалық үрдіске ынталандыру азаяды. Бүгінгі нарық құрылымының типтері тақырыбындағы жаңа сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.